Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге оқылатын жақсы ниет көңіліңді жай қылар. Ниет жастың өсуіне қарай кемел табады. Бір сыпыра адам уақыттың өтіп, өмірдің алмасуымен, күнделікті ой қиялмен өмірдің қатынасын тіпті тұшына түсетін болады да, ниетін түзей бастайды. Көңіл қалпыда күн сайын байсал тауып, сараптал тартады. Ниет деп отырғанымыз бір адамның бойындағы ізгілік пен сұмпайылық құрамы. Жақсы мен жаман, дұрыс пен бұрыс, өзімен өзге ортаның қатынасына қалай кесік айтудағы жинақты бейнелім. Адам деген ғажайып жаралыс. Ұқсас бір түрлі құбылысқа бүгін бір басқа қараса, бәлкім ертең бір басқа қарауы. Өмірдегі кейбір азаптар мен сәтсіздіктер. Айта берсең, қатер мен сұмдық істер. Осындай, не андай, не мұндай. Көңіл құрғыдағы күн бұрын орнап алатын әдеті. Күні бұрын деп отырғанымыз адамның қимыл, ыңғылығы көп нәрсені тізгініне ұстап келеді. Пани дүниедегі көп жайлар адам қолынан туындап жатады. Адамның көңіл бұйрығы сол бір салдарға себеп боп кетеді. Адам пайда қумақ, атақ шығармақ, немесе ұрлық істемек болса, өскелең болмақ болады. Осы болмақтың барлығы күннен бұрынғы ыңғыл есептеледі. Ыңғыл білінгеннен соң іс туады. Басыңа қандай ой келіп, қайда барып тоқтамақсың? Ниет, міне осы ниеттің жақсы жамандығы, бұл да сенің айлаңның бар жоқтығына байланысты. Көптен бері адамдар жеке бастың мінез құлқын шектен тыс қоғамдастырып жіберді. Жеке бастың мінез құлқының жақсы жамандығын көп кездері бір адамның қоғамдық моралының қандай екендігіне өлшем етіп жүреді. Құтты мінез құлықтың жақсы жаманы әлеуметтік ортада ғана пәш болатындай есептенеді. Оның жеке басқа қатысы аздай саналады. Іс жүзінде ниет сырт елден көрген жеке бастық өмірге ең тікелей және ең мықтап ықпал табады. Бір адамның тағдырының қалай болуы, табыс немесе налыс тұрмысының тамаша не берекесіз болуы, әуел десең қасіретті қоштасу мен қуанышты қауышудай тағдырлар, бәрі осы бір ниет аясында туындап, сол ниеттің жетегінде ереді. Ниеті дұрыс адамдар шұғылалы таңға, достық пен мейір дегендерге тамашалап қарайды. Өзіне әрқандай қуаныш таба біледі. Өзін жұбатуға да, қатерден абай болуға да ақылы жетеді. Осындай бір деңгейде жақсы ниетті жандар күндерін көңілді өткізе алады. Сәтсіздікке тап болса да өзін өзі теңгеріп, айналасына ойламмен, түсінікпен қарай алады. Мұндай ниет адамға ақаусыз тірлік тілегін паш етеді. Өмірдің жарасымы мен берекесі де міне осындай басталады. Ал ниеті теріс адамдар тіршілік етіп, тырбыңдай бастағаннан қырын іске кез болып әуре сарсаңнан құтылмайды. Қашан көрсең, қарығы ашылмай, көңілі құпты, күндері кірбең өтіп жатады. Мұндай адамдар ала бөтен бас пайдашыл келеді. Адам бас пайдасы асыра беріліп кеткен кезде оның өзі бір тәубет, лаң нәрсе, ниеті сұм адамдардың қашанда пиғылы бұзылып жүреді. Өзінен де өзгеге де тиімсіз ойға көп кетіп аусай басады. Өзінің кеудесі де құсаға толып, алжасқан үстіне адаса береді. Өз іші де бір жадырамайды. Мұндай адамдар іштегі істемесе де қарадай шаршап, қажып, жаны қасіретпен өтеді. Ниет деп адамның ішкі дүниесі айтылады. Әуелі
өзімізде оны әр уақыт танып біліп отыруымыз екіталай. Жақсы ниет пен жаман ниетте кез келген уақытта айқындалып көрінбейді. Бірақ ол қалайда адамның зат пен өмірге деген жалпылық көзқарасына тізгін болады. Адамның әрбір қимылына жетекшілік етіп, адамның қуанышы мен жұбанышын осында ұстайды. Адамның сезімі осы арада бүкіде қайнап тұрады. Өмірдің бақыты мен соры, тағдырдың оңы мен терісі, тіпті сенің тындырымың қаншылық, табыс па, ұтылыс па. Ұзақ өмір барысында осының бәрі өзіңнің ниетіңе байланысты болмақ. Бір тамаша көңіл үшін, өзіміздің бақытымыз бен тағдырдың күнгей күні үшін, бір өз ниетімізге әркез сәп салып түзей жүруіміз, жақсы ниетті, жақсы өмірдің кепілі болуымыз керек. Қадірменді тыңдармандар, әрқашанда ниетіміз дұрыс болғай. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.